Өзге де ақпараттар. 2000 жылдардың басында шетелдіктер елімізден 10 жылдың ішінде 8805 баланы асырап алған. Бұл тіркеліп заңды түрде жіберілгендері ғана. Алайда егемендік алғаннан кейін қанша баланың шетел асқаны туралы мәлімет мүлде жоқ. Бүгін Сенат депутаты Дархан Қыдырәлі 1999 жылға дейін шетелдіктерге заңсыз сатылған балалар туралы ақпаратты зерттеу керектігін айтып, Смайлов пен Асловтың атына сауал хат жолдады. Үкімет басшысы мен бас прокурор бүлдіршіндерді сатып, байығандарды анықтай ала ма? Бұл туралы Сенатқа барып қайтқан тілшіміз Гүлназ Сайлауқызы айтып береді. Қайырлы кеш, Тимирязь парламентте жетімдерді жәутеңдетіп шетелге бермеу туралы мәселе алғаш рет көтеріліп тұрған жоқ. Кезінде Амангелді Айталы бастаған біраз азамат мәселені талай рет айтқанды. Дегенмен ол кезде де бала асырап алуға тыйым салынбады. Жетімін жылатпаймыз деп іште марқайып отырған қазақтың санасын 2004 жылы Бельгияға жөнелтілген Жәнібек оятқан сияқты. Қазақстан ғанасын іздеп келген жігіттің тағдырын барша әлеуметтік желі талқылап жатыр. Бүгін мәселе тіпті сенаторлардың аузымен де айтылды. ақш-тағы 104, Бельгиядағы 113 тағы сол сияқты баланың тағдырын білмейміз. Ең сорақысы 99 жылға дейін елімізден қанша жетім баланың шетелге кеткені туралы мүлдем мәлімет жоқ. Талай тағдырлар талқандаған 90 жылдарда безбүйректер сатқан баланың жарасы жазылар, ал баланың наласы мен обалы кімге? Журналист Қымбат Досжан баланың анасын іздеп жүріп, Жәнібектің бельгиялық әйелге заңсыз әрі қомақты ақшаға сатылып кеткенін анықтады. Одан бөлек бір ғана арқалық балалар үйінен 80-ге жуық бүлдіршіннің саудаланғанын айтып, құқық қорғау органдарына арыз жазады. Олар дәлел жоқ деген сылтау айтады. Бұны іліп әкеткен белсенділер сол кездегі балалар құқықтарын қорғау комитетінің басшысы Раиса Шерді жауапқа тарту керек деп әлеуметтік желіні шулатады. Комитет получал досье. Комитет бала асырап алуға өтініш білдірген азаматтардың жеке мәліметтерін алып аймақтарға жіберіп отырды. Ал шешімді жергілікті атқарушы органдар қабылдаған. Менің кінәм жоқ. Үрім бұтағымнан бастап тексерсін. Мен тазамын. Комитеттің бұрынғы басшысының сөзінен аңғарғанымыз бала сатуға әкімдіктердің қатысы болуы мүмкін, ал Қымбат Досжанға қолғабыс етпек депутат әрі заңгер Абзал Құспан кінәлілердің барлығы міндетті түрде анықталады деп отыр. Қазірдің өзінде бас прокуратураның атына шетелге заңсыз бала сату бабы бойынша хат жолдап қойған. Бұл аса ауыр қылмыстар қатарына жатқызылған. Кінәлі адамдар табуға болады. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Бұл енді біздің тарихымыздағы бір енді масқара жағдайдың бірі болғалы тұр. Әкімдердің қатыстылығын мен байқамадым. Бұл жерде осы жетімдер үйіне қатыстылығы бар. Мынау бұрын Совбез деп атап келдік. Әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі. Кей жағдайда сол балалар үйінің бірінші басшылары. Дархан Қыдырәлі бүгін қара көздеріміздің Филиппин, Оңтүстік Африка, Кения, Мексика, Мальта, Аргентина сияқты елдерге де заңсыз жіберілгенін айтты. Тіпті Оңтүстік Африкаға кеткен 30 бүлдіршіннің тағдыры белгісіз деді. Анасының құшағын аңсап келген Жәнібек осылайша біраз былықтың бетін ашты. Бауырымыз анасын таппаса да шетелге сатылған талай ұлдың тағдырын анықтауға жол салып берген сияқты. Тимирязь, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет Гүлназ. Әріптесім Гүлназ Сайлауқызы 2000 жылдар елден кеткен бүлдіршіндер олардың тағдырына қатысты депутаттық сауал туралы баяндап берді.